Сәлем сұлуларым, бүгін біз сіздермен әр жүкті және босанған әйел білуі тиіс тақырып диастаз жайлы сөйлесетін боламыз. Ол не? Себептері, белгілері, диагностикасы және ең бастысы емі және де алдын алуы. Осылардан хабардар болу үшін қыздар, менімен бірге болыңыздар. Сабақты міндетті түрде соңына дейін көріңіздер және әйел денсаулығына қатысты басқа да пайдалы мәліметтерді алу үшін менің арнама тіркеліп қойыңыз. Жүктілік барысында апоневрозның созылуын шақыратын факторлар. Жатыр және бала үлкеюінің нәтижесінде құрсақ қысымының артуы. Дәнекер мен бұлшықеттердің жұмсаруына алып келетін гормональды өзгерістер. Оған прогестерон мен релаксин көмектеседі. Нәтижесінде баланың жамбас сүйектері арқылы өтуі жеңілдейді. Қыздар, шынымен де Алланың құдіреті, қараңыздаршы, қандай механизм. Көп салмақ жинау. Егер де болашақ ана тамақтануын қадағаламаса, әрі пассивті өмір салтын ұстанса, яғни қозғалмаса, ол іштің көлеміне тікелей әсер етеді. Іш неғұрлым үлкен болса, диастаз соғұрлым ұлғая береді. Кезекті жүктілік. Егер де босанулардың арасы қысқа, 2-3 жыл болса, онда бұлшықеттер тонусына келіп үлгермейді. Нәтижесінде атрофия пайда болып, әр жүктілік сайын диастаз арта береді. Бұл жағдайдағы ең мықты профилактика үздіксіз жаттығулар жасау. Диастаздың даму қаупін арттыратын факторлар: 35 жастан жоғары болу, егіз, үшемнің болуы, баланың ірі болуы және де болашақ ананың ерекше кішкентай болуы. Сонымен қатар экстремальды арықтау, яғни бір айдың ішінде 1-5-10 килограммға салмақты азайту. Жиі іш қатулар, дәнекер дисплазиясы және тым ауыр салмақ көтеру немесе ауыр физикалық жүктемелер. Өзіңізде диастаздың бар жоғын үй жағдайында да анықтай аласыз. Ол үшін арқаңызға жатыңыз, тізе бүгулі, аяғыңыз жерде. Бас пен иығыңызды көтеріңіз. Бір қолыңызбен басыңызды ұстап тұрсаңыз болады. Екінші қолыңызбен саусақтарыңызды кіндіктің тұсына аяқ саусақтарымен параллель етіп қоясыз. Оң мен сол бұлшықеттің арасынан қанша саусақ өтіп тұрғанын байқаңыз. Егер бұлшықеттердің арасы 2 саусақтан аспаса, ол өздігінен кететін диастаз. Бірінші деңгейге жетеді. Екінші деңгейде бұлшықеттердің арасынан 3-4 саусақ өтеді. Ол аса назарды қажет етеді. Бұндай жағдайда жақсы бір жаттығулар комплексін таңдау керек. Үшінші деңгейде бұлшықеттердің арасы өте үлкен. Бұл жағдайда тек хирургиялық күресу болады. Егер де осы сабақ ұнаса, лайк басыңыздар, пікірлетіңіздер, достарыңызбен бөлісіңіздер, ол маған үлкен шабыт сыйлайды. Ендеше қыздарым, аман сау болыңыздар.